Мен енді осы көркемөнер саласында істеп жүргеніме 40 жылдан асыпты. Менің сол жастық кездерімдегі жағдайлар мен әзіргі реформа жасап есік ашылғаннан бергі жағдай салыстырғанда өте де үлкен парық бар деп ойлаймын. Ол кездерде біздің енді әлгі сол ауылдарға, шекараларға, қыстақтарға, шаруашыларға сөйтіп ойын қоямыз. Төменде болдық, төңкеріс дегендерді айтамыз, өстіп жүрдік. Ал кейін келе біраз саясат жақсылана бастағаннан кейін мен өзімде алғашқы рет мен бірінші рет сол 61 жылы мектепке келмей тұрған кезде Қызылгүл әнін жазғанмын, Қызылгүл деген әнімді. Одан кейін ән жазуға да бір мүмкіншілік болмаған. Ал кейінгі кездерде саясат жақсылана бастағаннан кейін жаса көңжамдан сағындым маужушиды, отан ана деген сияқты бірнеше әндерді жазып, орындап халықтың алқауына ие болдым. Енді әзір жағдай жақсы, әзір мәселен әнші де көп, күйші де көп, композитор да көп жастарымыздан шығып жатыр. Бұған мен өте қуаныштымын. Сонда да енді менің айта кетерлік бір ойым, енді осындай жақсы жағдай кездерде біз тіпті де енді әлгі бұрынғы біздің алдағы кеткен үлкен жақсы композиторларымыз, әншілеріміз, солардың басып кеткен іздерін құрметтеп, онан кейін өзіміздің халықтық сарынымыздан айырылмасақ екен деген ойлар келіп отырады. Бірақ кейбір жерлерге келгенде, кей әндерге қарап мен өзімді бір түрлі бір жүдеушілік сезініп қалам. Өйткені әлгі қазақтың сарынынан алшақтап кетіп бара жатқан сияқты. Онан кейін жалт етпе. Бұлай естігенде сені еліртіп, өзінше бүйтіп қойған менен, бір естігеннен кейін екінші рет сенің ойыңда жоқ, қалмайды. Онан кейін қазақтың әні емес пе деген бір түрлі әлгі гуманда қалып қаласың. Онан кейін біздің бұрынғы әндерімізде әлгі, мәселен мен Туран болсам, осы Туран. Өзімнің бой тұрқым со бойы сақталған. Ал енді мәселен Бағдат болса, Бағдат өзінің сарынымен сондай ғой. Әзіргі біздің енді кейбір әндеріміз бар. Бұның біреуі Туран, бір жері Туранға оқшап тұрса, енді бір жері Рәпилаға оқшап тұрған, және бір жері Бекешке оқшап қалған. Осындай бір әндер болады. Өйткені ол өзіне лайықты, өзінің нақ несі жоқ, талғамы жоқ. Онадан мынадан еліктегіш әндер деп ойлаймын. Сол үшін енді мен өзім ойлаймын, әзіргі осындай реформа жасап, осындай жақсы есік ашылып, жақсы жағдай болған кезде біздің жастарымыз тырысса, ізденсе, қалай болмасын, бар жағдай жақсы, заманымыз жақсы, бақытты заман. Осы өте жастар үшін әзір қолайлы. Онан кейін әзіргі әншілер, әзіргі композитор, бұлардың бәрінде өкімет жағынан болса да, халық жағынан болса да қолдап тұрады, әндерін бағалайды, оларға өздеріне түшілік атақ, абырой, өздеріне атағын береді, осындай еңбектері бағаланып жатыр. Осындай болғаннан кейін мен өзім ойлаймын, сол бұрынғы уақыттарменен дәл әзіргіні салыстырғанда жер мен көктей парық бар. Өте жақсы, заманымыз жақсы, бақыттымыз. Сол үшін мен айтам енді, біз тіпті де бұдан кейін осы салаға жауапты жолдастар болсын. Мейлі осы жолында ізденіп жүрген ұрпақтар болсын. Бәрі де осы жақсы кезеңді қолдан бермей, үнемі тырыса берсе деп ойлаймын. Жаралып шап, кірбеңдік жоқ жаныңмен, қаба
келші қайтарыр, бір ретте айта жыр жайранға қалыр. Көрінгеннің санайтын бәрі насыл, балалық шақ не деген қызық едің, сақтамайтын бүкпесіз жанына асыр. Жаным көкседі, еске алып көп сені, қайран балалық келші қайтарыр. Жайранға қалыр. Ешбір істі білмейтін айып көріп, онда саған бітпеген байып деріп, балалық шақ қайдасың, қызықты сол, кеттің қайда шіркін ай ғайып болып.